Саламатсыздар. Біз бүгін судың адамның ағзасына әсері туралы тоқталып өтеміз. Яғни жылы судың пайдасы және мұздай судың зияны туралы айтатын боламыз. Жылы суды қалай пайдалану керек? Таңертең ерте тұрып, 2 стакан жылы суды ішуіміз қажет. Су ішкеннен кейін 45 минут еш нәрсе жемеу керек. Жылы су терапиясы аз уақыттың ішінде сіздің мәселеңізді шешеді. Яғни, егер сіз жылы суды үздіксіз ішетін болсаңыз, диабет, қант қысымы аурулары 30 күнде, асқазан ауруы 10 күнде, рактың барлық ауру түрлері 9 айда, және тәбеттің нашарлау 10 күнде, жатыр аурулары 1 айда, құлақ тамақ аурулары 10 күнде, бас ауруы 3 күнде, холестерин, эпилепсия, паралич сияқтары аурулар 9 айда, астма 4 айда, беті бері қарап емделіп жазыла бастайды. Ол үшін жылы суды үздіксіз ішуіміз қажет. Ал мұздай судың организмге қандай зияны туралы барына тоқталатын болсақ, ол жастық шақта әсер етпеуі мүмкін. Егер сіз мұздай суды үнемі пайдаланатын болсаңыз, үлкейген кезде міндетті түрде әсері білінеді. Мұздай су жүректің клапандарының жабылып, жүрек инсультіне апарады. Қазіргі жүрек ауруларының көбеюі себебі осы мұздай дүкендердегі толып тұрған напитоктерді пайдаланып жатқан себепті болып отыр. Бауыр және бүйрек ауруларының түпкі себебі осы мұздай суды пайдалану. Себебі бауырға барған мұздай су ондағы майлардың тұрып қалуына әсер етеді және бүйректің дұрыс қорытылмауына апарады. Сондықтан тоқ-ішекке де, асқазанға да мұздай су өте қатты зиян әкеледі, рак тудыртады. Яғни, мұздай суды үздіксіз пайдаланатын адамдар ішкі органдардың ауруына ұшырап жатады. Егер сіз мұздай суды үнемі пайдаланатын болсаңыз, қазірден тоқтатып жылы суға көшіңіз. Егер осы ақпарат пайдалы десеңіз, достарыңызбен бөлісіп, осы ақпаратты бөлісе отырыңыздар.